Қайырлы күн. Мен сіздерге қазір жүзден жүйрік атты ойынды көрсететін боламын. Бұл ойын интерактивті тақтада оқушылар арасындағы әртүрлі жарыстар өткізуде, мысалы кез келген пәнді қолдануға болатын ойын. Жалпы PowerPoint бағдарламасында шаблонда жалпы 4 кезеңнен тұрады. Бұл ойынға 2 сыныпта қатысуға болады. Және сыныпта болады. Ойын жалпы мына жерде мысалы бірінші кезеңді көрсетемін. Мысалы ретінде мына жерде 8-ші А сынып несі тұрады, жауаптар тұрады. Бірінші 8-ші А жауап, келесі 8-ші Б. Мысалы туздардың формуласын табыңыздар. Мына жерде туздардың берілген. Бірінші 8-ші А сынып тобынан бір оқушы жауап береді. Егер дұрыс шығарса, мына жерге мысалы басып табамыз, шығарамыз. Мысал ретінде мен көрсетейін. Ашып. Енді туздардың формуласын табыңыздар. Бірінші 8-ші А сынып бастайды. Жалпы топ бойынша бір оқушы. Мысалы, ол айтқан туз осы неде бар болады. Мысалы, мына жерде бар. Калий карбонаты мысалы бар екен. Анықталып берілді. Одан кейін 8-ші Б сыныбы мысалы топпен бір туздың формуласын айтады. Егер жоқ болса, мынаған басамыз. Одан кейін келесі топ, ол тапса тағы да ашамыз. Мысалы айтты, тапты. Одан кейін келесі топ, мысалы 8-ші Б. Яғни очеркпен 8А, 8Б осылай ойнайды. Және барлық нелерді мысалы алып болғаннан кейін мына жерде балдарды 60, 50, 40, 30, 20, 10. Қай сынып қанша балл жинады? Соған қараймыз. Одан кейін басты бетке ораламыз. Мына жерде мысалы 8-ші А сыныбы мысалы 100 балл жинаса 100 балл. Немесе 50 балл жинады 8-ші Б сыныбы. Осылай өзгерте отырып балмен балл қоямыз. Одан кейін екінші, үшінші және соңғы кезек барлық этаптар тура осы түрде жүзеге асады. Одан кейін осылай біз оқушыларды бағаласақ болады. Жарысты өткізсек болады және жарыс соңында бір сынып жеңіске жетеді. Ал екінші басталады. Мына жерде мен жазған жоқпын, сұрақтарды қойған жоқпын, бірақ шаблонды былай қойдым. Мысалы, сұрақты жазыңыз деген жерге сұрағымызды қоямыз. Сіз басқа пәнден де мысалы осындай көп жауапты сұрақтарды қойсаңыздар болады. Жауабы дегендерге мысалы жауаптарын жазамыз. Жалпы осы.